Айнұр қаланың қызы. Жасынан ақылды, ерке болғанымен шаруаға епсіз болып өсті. Көзінің қарашығындай болған жалғыз қызын анасы көп жұмсамай, аялап, мәпелеп өсірді. Алайда қызының жан дүниесінің жұтаң болмауын бірінші орынға қойып, оны жастайынан кітап оқуға баулыды. Зерделі де зерек, рухани жағынан толысқан ерке қыз бойжеткен соң өз бақытын ауылдан тапты. Ойдым-ойдым жолдары бар, ұялы байланыс ұстамайтын, дұрыс ауыз суы да жоқ қияндағы ауылға Айнұр сүйген жігітімен қол ұстасып кете барды. Содан бері 5 жыл өтті. Келгелі бері ата-енесінің қабағын аңдып, солардың бабын табудан жалыққан емес. Қолына көп нәрсе келмейтінін ол алғашында бүлдіріп, күйдіріп, жандырып жүріп бәрін үйреніп алды. Сиырды да сауа алмай көзін көгертті. Ошаққа нан жабам деп қолын күйдірді. 40 тесік қылып еттің нанын жайды, бірақ Айнұр болса жасынған емес. Қалайда бәрін үйренемін деп алға талпынады. Нәтижесінде аз уақыттың ішінде 5 аспап келін атанды. Қазір ол таңғы 5-те тұрып, 10 сиырды сауып өртке жібереді. Үйге келіп шай қайнатып, су жылытып қояды. Осы аралықта ұйқыдан тұрған ата-енесімен үйленбеген қайнағасына ыстықтай дәмдеп шайын береді. Қариялар шайды ұзақ ішеді. Жазғы күндері ауладағы ошаққа шай қайнатып, шоқтың шайын береді. Сүт тартып, май, қаймақ жасайды. Қысы-жазы сиыр сауылатындықтан бұл үйден құрт, үрімшік мүлде үзілген емес. Бәрін бітіріп, мектептегі жұмысына жүгіреді. Мұғалім болып жұмыс жасайтын ол мектепте де алғыр ұстаздардың қатарында. Сынаптай сырғанаған осы уақыт аралығында 3 баланың да анасы атанды. Күнделікті күйбең тіршілікпен жүгіріп жүріп, күндердің бір күнінде өзіне ақылшы, қамқор болған енесі айықпас дертке шалдықты. Бір-біріне үйелмен, сүйелмен 3 баласының қасында енесі 4-ші бала болып қосылды. Бірақ Айнұр бұл жолы да шыдамдылықпен табандылықты танытып шынайы үлгісін көрсетті. Анасы ауырып қалды дегенді естіп, қала маңында тұратын үлкен қызы жылап еңіреп жетті. Бір апталы қасында болып, жуындырып, шайындырып, шашын тарап, тамақ беріп, жүгіріп жүрді. Бірақ кетерінде анасының құлағындағы алтын сырға мен алтын жүзікті өзімен бірге ала кетуді ұмытпады. Сөйтіп күндер өтіп жатты. Көрші ауылда тұратын ортаншы қызы бала-шағасымен анасын бағуға келді. Ол да үйдегі жалғыз келін Айнұрды болысқан болып, анасын қарап жанашырлық танытты. 10 күндей жатқан соң ортаншы қызы да анасының қобдишасын ақтарып, алтын күміс әшекейлерінің біразын өзімен бірге алып кетті. Күнде келіп шай ішіп кететін ауылда тұратын кіші қызы да анасының қалған бұйымдарының барлығын алып кетті. Қобдишада жалғыз ғана қызыл көзді алтын сақина қалды. Ертеңгі күні енесіне ас алып келген Айнұр оның теріс қарап, бүк түсіп, тұншығып жылап жатқанын көрді. Көз жасын тия алмаған күйеуіне 3 қызым бар деп мақтанушы едім. Бірақ үшеуінің сенің қолыңа су құя алмайтынын көріп, қарным ашып тұр. Қыздарымның өресі осыншалық тар болар ма? Мені ас түсіме түсіп, шын көңілмен баққан сен ғанасың. Бақытты бол шырағым. Балаларың да өзің сияқты парасат пайымы биік болып өссін деп фатихасын береді. Түскі шайға келген кенже қызы шай үстінде анасының қобдишасында қалған жалғыз алтынды келініне тиесілі екенін, анасын адал бағып жүрген Айнұр екенін айтып, енді ешкімнің ол сақинаға тиіспеуін сұрады. Жүзін төмен салған Айнұр: мен апамды алтын үшін бағып жүрген жоқпын. Бұл менің келіндік парызым. Ол кісі әлі жазылып кетеді. Бәрі бір Алланың қолында. Маған ол кісінің фатихасы да жетеді деп шай құймақ болып атасының кесесіне қол созған еді, көзіне парлап аққан жасын көрсеткісі келмеген күйі үлкен кісі үнсіз ғана дастархан басынан тұрып кетіп барады. Санаулы ғана күндерін өткізіп жатқан ана төбеге қарап ойланып жатып, 3 қызы мен келінін салыстырды. Бірден қолы қалт ете қалса, шұқшиып кітап оқып отыратын келіннің жан дүниесінің мол қазынаға бай екенін білді. Байқап қараса, қыздарын жалт-жұлт еткен жылтырақ дүниеге құмар қылып тәрбиелеген өзі екен. Өзінің материалды құндылықтарына ғана мән беріп, олардың рухани жұтаңдығын ескермегенін кеш түсінді. Былайғы тірлікте жалт-жұлт еткен дүние бірінші орында болғанымен, өмір мен өлімнің арасында жатқан адамға таза рух қажет екен. Жаны қиналып жатқан сәтте, қора толы малдың да, сіріскен дүниенің де, қобдиша толы алтынның да көк тиын қадірі жоқ екенін ұғынды. Өзінің бала тәрбиесіндегі қателіктерін кеш түсінген Айнұрдың енесі соңғы күндерін өксікке толы өкінішпен өткізіп жатты. Өмірден өтер сәтінде қыздарының бәрі келіп, апалап, айнала қоршап жылап отырды. Көздерінен тамар-тамбас жас ағып жатқанымен 3 қызының да санасында анасына қалған өзге де бағалы заттарды бөлісіп алу жоспарда тұрды. Қиналып жатқан ананың жанына босаға жақтан тараған жарық сәуле ғана жылылық сыйлайтындай болды.
Дәл осы сәтте босағада тұрған жалғыз келіні ғана шын ниетпен ненесінің екі дүниеде жамандық көрмеуін тілеп, өзі білетін Құран сүрелерін күбірлеп оқып тұр еді.